Ассалаумағалейкум, біртұтас қазақ елім. Жалпы жақсы жасағанда проекті свет тартылды, газ тартылды, су тартылды да, бәрі бар да. Бірақ мына асфальт салғанда неге мына сразу мына жағында бар ғой, оң жағында, сол жағыма, оң жағыма, мына жағына жеткізбей кеткен да. Мына жағына ертең тағы топырақ төгу керек. Осы жерді неге дұрыс жасап кетпеген екен деймін да. Бәрі біткеннен кейін айтамыз, біткеннен кейін емес. Мен осы жерді түсірдім кезінде. Не болып жатыр, жер берілмей жатыр, халыққа жер берілмейді, адамдар екі жерден, үш жерден алып жатыр, ол қалай алып жатыр? Ол бізге қараңғы. Міне, бәрі келіп тұр да, қараңызшы. Ол көре алмағандықта емес. Бірақ осы істегенде мына проект берілді ғой, сен істейсің де, бірақ осы жерде бақылаушы болған жоқ деп ойлаймын. Бақылаушы болса су топырақ артығымен төктірмей ма? Көрдіңіздер ма? Мен не істеп қойдым, қазір тоқтатырады. Жол түзеу ғой да? Түзеу, бірақ мына ерелең. Мына жақта солай. Бір топырақ төгіп қойды, ал жақсы. Оны айтпаймын да. Бірақ ертең салынады ғой, жақсы салынғанда да келдік қой деп